Мұндай таңқаларлық жағдай туралы Қытайдың Фуцзян қаласының тұрғыны хабарлады. Ол 2011 жылы жоғалып кеткен өзінің 71 жастағы әкесін іздеген. Барлық жұмысын тастап, іздеу жұмыстарына кіріскен ол, әкесі Цзямин Лонды қанша тырысса да таба алмаған. Тек 10 жыл өткен соң TikTok желісіндегі видеодан өз әкесін таныған. Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. 10 жыл өткеннен кейін жігіттің әйеліне таныстары TikTok желісіндегі видеодағы адам Цзяминге ұқсайтынын айтқан. Видеоны көрген жігіт әкесі екенін таныған. Видеодан әкесінің жағдайы нашарлап, үйсіз-күйсіз жүргенін көруге болады. Роликтің авторы 1 жылдан бері қарияны асырап келе жатқанын жазған. Цзяминнің ұлы бірден аккаунт иесімен байланысуға тырысқанымен, ол ешқандай хабарламаға жауап бермеді. Бұл менің әкем, мен оны ұзақ іздедім. Оны маңдайындағы тыртықтан таныдым. Ол солақай және тістері түсіп қалған. Ол сауатсыз және мандаринше сөйлемейді. Ол қалғандарына қарағанда баяу ойлайды. Роликтердің авторы оқырман санын көбейту үшін әкемді пайдаланып жүрме деп қорқамын дейді Лон Цзяминнің ұлы. Аталған видеоның астында қарияны өз отбасына қайтаруды талап етіп жазған пікірлер көп. Бірақ бұған дейін аккаунт иесі Цзяминнің балалары жоқ екенін мәлімдеген болатын. Енді зейнеткердің ұлы желі әкімшілігінен көмек сұрағысы келеді.